Сәлем достар, сіздермен бірге Айым. Бүгін біз асқабақтан торт дайындаймыз. Егер де сіз мен каналыма жазылмаған болсаңыз, тезірек подписаться етіп, менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін бізге асқабақ, қызанақ, болгар бұрышы, жұмыртқа, майонез, сарымсақ, тұз және ұн қажет болады. Асқабақтың жартысы бізге жетеді. Оны үкіштен өткіземіз. Содан кейін тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. 10 минуттан кейін артық суын қолымызбен сығып аламыз. Енді жұмыртқа, бұрыш және ұнымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Табамызды қыздырып, май жағып, осы асқабақтан жасалған құймақтарымызды пісіреміз. 4-5 минут арасында екі жағынан құймақтарымызды пісіріп аламыз. Майонезімізға сарымсақты үкіштен өткізіп, салып араластырамыз. Енді тортымызды жинаймыз. Араларына майонез, қызанақ, болгар бұрышын салып, жинаймыз. Бұл тортымыз өте тез дайындалады және тәбетіңізді тез ашады. Осындай дәмді тортты жеген де, жемеген де арманда болады. Сөзсіз, керемет. Міне санаулы минуттарда біздің тортымыз дайын болды. Сәндеу өзіңіздің еркіңіз. Міндетті түрде жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қойыңыз. Менің каналыма жазылып, басқа видеоларымды тамашалауға кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Ас болсын.